Көк қағаздың құны тағы да шарықтап кетті. Бірақ Рингоның жігіттері оған таң қалмайды. Еңселерінде түсірмейді. Бәріміз осы әлемде тұрамыз, бұл әлемдік кризис, сондықтан әрине де ол байқалып жатыр. Бір салаларда көбірек, бір салаларда азырақ, бірақ жалпы енді ол болатын нәрсе, ол әрқашан болады. 5 жыл бұрын болды, биыл болды, тағы 10 жылдан кейін болатын шығар. Ол енді өмір сондай, сондықтан өкінудің қажет жоқ, менің ойымша. Өз ісімізді жасай беру керек. Қандай дағдарыс болмасын, ринголықтар жылы шырайларыңыздан шынайы күлкі кетпесін деп, әдемі әндерімен көрермендерге сәлем жолдады. I've got so much inside to share with you, oh, give you half of my... Қазақ халқының бойындағы тектілік пен парасаттылықты, қайсарлық пен өжеттілікті жырлап жүрген жігіттердің соңғы бейнебаяндары Түркияда, Монғолияда көрсетіліп жатыр. Сәтін салса Ринго алыс жақын шетелді ән сапармен аралауға ниетті. Жаңағы өнерімізді бағалайтын адамдардың географиясы кеңейгені біз үшін өте қуанышты нәрсе. Ол әндерімізді, мысалы, тілдің айырмашылығына қарамастан түсініп, сүйіп кеткен сондай көрермендерге, тыңдармандарға ризамыз. Сол енді мемлекеттерге жолымыз түссе концерттермен баруға талпынамыз. Әрине де болашақ енді уақыт көрсетер оның бәрін.